Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 26-шы сабақ үлкендерді тыңдаймын тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма берілген нақыл сөздерді қалай түсінетініңді айт. Бірінші, сен үлкенді сыйласаң, кіші сені сыйлайды. Яғни, біз өзімізден үлкендерді құрметтесек, ертең бізден кішілер бізге сондай сый құрмет көрсетеді деген ой айтылады. Екінші тапсырма, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Балалар, бұл үлкен адамды сыйлау, ал кішіні аялап, қамқор болу адамгершіліктің белгісі екендігін білдіреді. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Мысық пен тышқандар. Ертегі. Мысық пен тышқан ежелден ақ бір-біріне өш болыпты. Бір күні мысық іздеп барып, тышқандарға жар салады. Бұдан былай араздықты қоялық, тату-тәтті өмір сүрелік. Сол үшін біздің ауылға келіңдер. Расында да тату болғанымыз жөн, шақырып кетті ғой, көңілін қалдырмай барайық, деп құлшынады. Тіс қаққан кәрі тышқандар күмәндарын айтып, қойыңдар, әлі де артын күтіңдер. Мысықтардың алдартқан айласы шығар. Тіл алсаңдар, бармаңдар дейді. Жас тышқандар тыңдамайды. Қонақ болып, сый-сияпат көру үшін саусылдап мысықтардың ауылына барады. Бұлардың алдынан қонаққа шақырып кеткен қара мысық шығады. Қош келдіңдер ағайындар, мына үңгірге кіре беріңдер. Бұл біздің үйіміз деп өзі бастайды. Тышқандардың бәрі кіріп болғаннан кейін мысықтар үңгірдің аузын бекітіп тастайды. Аңқаулар, амалымызды асырдық па? Деп тепсінеді де мысықтар лап қояды. Ал кәрі тышқандар аман қалады. Содан бері бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз қалыпты. Үлкенді тыңдаған ұтылмаса керек. Балалар, мәтіндегі саусылдап деген сөз қақтығысып деген мағына береді. Шығармадағы екі немесе бірнеше кейіпкердің кезектесіп сөйлеулері диалог деп аталады. Үшінші тапсырма, берілген суреттерді ертегідегі ретімен орналастырып, оқиғаны әңгімелеңдер. Мысықтың тышқандарды қонаққа шақыруы. Балалар, мысықтар тышқандарға келіп, өздерінің үйлеріне қонаққа шақырады. Қашанғы жауласа береміз, бізге келіп, қонақ болыңдар, сый-сияпат көрсетеміз дейді. Екінші, тышқандардың бәрі осы мысықтың шақыртуына ақылдасады. Сол кезде кәрі тышқандар айтады, олар мысықтың бір алдап арбауы шығар, бармай-ақ қойыңдар дейді. Бірақ та жас тышқандар не істейді? Жас тышқандар үлкендерге, яғни үлкендердің сөздеріне мойынсұнбай, олар сол шақыртуды қабыл алып, мысықтардың үйіне барады. Тышқандар жолда келе жатқан кезде олардың алдынан жаңағы қонаққа шақырған мысық шығады. Бәрекелді, келіңдер, мынау біздің үйіміз, кіріңдер деп оларды өзінің апандарына, яғни үйлеріне кіргізеді. Бұл жас тышқандардың қабылдаған қате шешімдері болды. Сонымен осы шешімді қабыл алған тышқандардың барлығы мысықтың жемі болады. Ал сол шешімді дұрыс қабылдаған үлкен кәрі тышқандар аман қалады. Содан бері бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз қалған екен. Олай болса балалар, төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Өзің ертегі бойынша қандай сурет ойластырдың? Түсіндіріп айт. Олай болса балалар, ертегі бойынша біз тышқан мен мысықты бейнеледік. Бесінші тапсырма. Ертегідегі нақыл сөзді тауып, мағынасын түсіндіріңдер. Балалар, ертегідегі нақыл сөз бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз. Яғни бұл сөздің мағынасы үлкен кісілер көп нәрсені көріп, өмірде көп тәжірибе жинаған. Сондықтан олар ақылды, ақылын айтып дұрыс жол көрсетеді. Біз үлкендердің айтқанын тыңдауымыз керек, өйткені олар бізге көмектеседі. Алтыншы тапсырма. Жас тышқандар қандай қателік жіберді?
сен оларға қандай кеңес берер едің? Балалар, жас тышқандар үлкендердің сөзін тыңдамай, өз дегендерін істеді, иә? Мен оларға үлкендердің ақыл кеңестерін тыңдауға кеңес беремін. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.